Бүгін қытырлақ вафлилар дайындайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, май, қант, ұн. Ең бірінші жұмыртқамызды миксерлеп аламыз. Оның үстінен қант қосып, екеуін жақсылап миксерлейміз. Одан кейін сары май қосамыз. Бұны да жақсылап араластырып аламыз қоспамызды. Одан кейін ұн қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Қоспамыз дайын болғаннан кейін вафлицамызды қыздырып алып, мен ас қасықпен бір қасықтан салып отырып пісіріп аламын. Піскеннен кейін алып, өзімізге қандай ұнайды, сондай қылып орасаңыздар болады. Осымен вафлиларымыз дайын. Істеп көріңіздер. Ас болсын, өте тәтті болып шығады.